Түрме кемесі ақыры Австралия жағалауына жеткенде ащы шындық анықталды. Борттағы қыздардың басым бөлігі жүкті еді. Бұл оқиға 16 ғасырдағы қатал кезеңдерде орын алған қызықты жағдайлардың бірі. Ол уақытта Британ империясының түрмелері қатаң заңдардың кесірінен толып кеткен болатын. Осы мәселені шешу үшін билік Австралияны алып түрме ретінде пайдалану туралы шешім қабылдады. Және барлық тұтқындарды сол жаққа жіберуді ұйғарды. 1789 жылы Англиядан Австралияға бағытталған кеме 256 әйел тұтқынды тасымалдады. Олар Ұлыбританияға отарлаған кезекті материкке барып, ер адамдардың көңілін көтеруі тиіс еді. Бұл әйелдер 13 пен 30 жас аралығындағы жас қыздар болатын. Олардың әрбір 5-шісі кәмелетке де толмаған еді. Бұл кезеңде Англияда қанды қылмыстық кодекс үстемдік етті. Біреудің ешкісін бар жоғы 5 шиллинг, қазіргі бағамен салыстырғанда $200 тұратын бөтен мүлікті ұрлағаны үшін, бір жапырақ нан алған үшін адамды өлім жазасына кесу әдеттегідей жағдай еді. Бұл қатаң саясаттың нәтижесінде түрмелердің толып кетуі заңды құбылыс болды. Осыған байланысты билік қылмыскерлерді Австралияға жөнелтуді қолға алды. Өйткені ол жерден қашып шығу мүмкін емес еді. 1787 жылы алғашқы түрме кеме Австралияға 1400 тұтқынды жеткізді. Кейіннен сарбаздар мен шенеуніктер келді. Артынан жаңа кемелер де жетті. Алайда билік шет аймақтағы ер адамдарға тек жұмыс қана емес, махаббаттың да қажет екенін ескермепті. Тыйым салынған күнәлі байланыстардың алдын алу үшін билік оларға әйелдер түрмесіне жіберуге бұйрық шығарды. Джулиана ханым деп аталатын романтикалық кеме қылмыскер әйелдерді салып барып, оларды мұхиттар мен теңіздердің арасынан алып өтті. Әрине, жүзу кезінде жас әрі тартымды тұтқын әйелдер экипажы есіне тандырды. Ал түрме шхунасы әп-сәтте махаббат кемесіне айналды. Кемедегі әр теңіз бен офицер өзіне ұнаған уақытша әйелін таңдап алатын. Бұл оқиға ерекше сипатпен өрбіді. Өйткені кемеде әйелдер ер адамдардан көп еді. Қоса алғанда кемеде әйелдерден басқа үлкен азық-түлік пен арақ ішімдіктер тасымалдайтын қоймалары бар еді. Кемеде біртіндеп махаббат пен көңілді думан орнады. Дегенмен бұл жағдай тәртіпсіздікке де әкеп соқты. Капитан өзінің басына бақ құсы қонғанын анық сезгенімен, тәртіп орнату үшін бір тұтқын әйелге 12 рет дүре соғуға мәжбүр болды. Бірақ әйелдер бұған тоқтамады. Өздерінің теңізші күйеулерімен келісіп, кеме аялдаған борттарда басқа теңізшілермен көңіл көтеріп, осылайша қосымша табыс табуды ойластырды. Бұл махаббат кемесі экипажға да, тұтқындарға да қатты ұнағаны соншалықты. Бастапқыда 158 күнге жоспарланған сапар 310 күнге созылды. Осы уақыт аралығында тек 5 әйел ғана көз жұмды. Ал әдетте мұндай түрме кемелерде өлім жетімнің саны 30%-ға дейін жететін. Бұл жағдай кемеде ерекше үйлесім мен бақтың орнағанын көрсетті. Ақыры Джулиана ханым Австралия жағалауына жеткенде, әйелдердің басым бөлігі жүкті немесе босанған еді. Алғашында бұл жағдай жаңа отардағы ер адамдар ұнамады. Аш жалаңаш, нәрестелермен келген әйелдер олар үшін қосымша салмақ болып көрінді. О, қарғыс атқырлар, бізге де тамақ жетпейді, деп ашулы топ арасына бір еркек айқай салды. Алайда 14 күннен кейін азық-түлік тиелген кеме келген соң, еркектердің көңіл күйі күрт өзгерді. Осылайша өмірге құштар, махаббатқа толы әйелдер бұл жаңа құрлықта отбасы құрып, Австралияның алғашқы ұрпақтарын дүниеге әкеліп, мемлекеттің негізін қалаушылардың біріне айналды. Өте сондай біртүрлі әрі қызық оқиға екен. Видеоны алсам міндетті түрде каналға лайк бассын. Тіркел.